Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, жанкүйерлер, біз Джонибай екеуміз Астанада. Ассалаумағалейкум, баршаңызға. Қалай жағдай, Джони? Жақсы, Аллаға шүкір. Астананың күні ерекше болып тұр, бірақ көктем кеш келеді деген рас, Иә, бәрібір ызғар бар, салқын бар. Көңіл-күй қалай, Джонибай? Бәрі жақсы, Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай. Енді біз сол қалпымыз ғой, негізінде өйткені көбісі ойлайды енді осындай жағдайда, осындай ситуацияларда көбісі сынып кетіп жатады. Жоқ, біз орындамыз, қалпындамыз. Құдай қаласа жаттығу бастайық деп жатырмыз. Алдағы жекпе-жек Құдай қаласа декабрьде соған дайындықтамыз, уже бастап жатырмыз. Біраз жоспарларды құрып тастадық. Құдай қаласа Қазақстан 2 қайта оралу. Бірақ енді қайта оралған кезде әлі қазір әлем чемпионымыз ғой, команда әлем чемпионы. Қаншама бірақ Джони жанкүйерлер өзінің сенім білдіріп көп қолдады ғой, әлеуметтік желіде оқып көріп жатсың өзіңде. Барша жанкүйерлерге алғыс білдірем. Осындай уақытта қолдап, қолпаштап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бұл енді біздің қандай спортшы екенімізді барлықтарыңыз білесіздер. Біз таза спортшымыз. Сол үшін де сынбай, жайбарақат ойнап күліп қазір жүрміз, жоспар құрамыз. Алда мықты жекпе-жектер бар. Соны білем. Қазір біздің екінші дыханиямыз ғой, екінші деміміз ашылып, одан да құлшынысымыз артып жатыр. Бұйырса, мықты қазақ стайлды көрсетеміз ғой. Көп адам менен Жәнібек сұрап жатыр ғой, Жәнібек қалай, жағдай қалай, не істеп жатыр, көңіл күйі қалай деп. Көрдіңіздер өздеріңіз чемпиондарыңызда. Көңіл күйі қалай екенін ойнап күліп жүр. Бұндай сынақтар сындырмайды ғой бізді, шыңдайды бұйыртса. Өткен нәрсе өтті, кеткен нәрсе кетті. Ол өткенге қарайлап өмір сүрсең болмайды. Біз тек алға жүреміз. Біз одан да мықты жекпе-жектер жасай аламыз. Жоспарды құрып, бәрін реттеп, алға мақсатты, біздің мақсат айқын ғой. Сол мақсатқа жетер жоспарларды қайтадан жаңартып алып отырмыз. Қазақстан әлем чемпионы Жәнібек. Бауырларыңыз, інілеріңіз біреулеріңіз ағаларыңыз. Шаршамаңыздар ағайындар. Бұйыртса жақында үлкен жаттығуды бастаймыз. Және одан кейін бір жарым ай, 2 ай демалып, қайтадан жекпе-жек желтоқсан айына жоспарланып жатыр. Құдай қаласа. Кім қалай, кіммен, немен бәрін айтып отырамыз. Амандықта жүрсек. Ардақты ағайындар, әсіресе құрметті журналистер, жанкүйерлер де бар. Біздің Жәнібек екеуміздің Астанада жүргенімізді көріп, көптеген журналистер хабарласып жатыр, көптеген жанкүйерлер хабарласып жатыр. Бір көрсек бола ма, жолықсақ бола ма, баламыздың тұсауын кестіріп алсақ бола ма деп жанкүйерлердің хабарласқаны өте көп. Және журналистер сұхбат берсеңіздер, алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер деп. Біз Астанаға белгілі бір шаруамен бардық та бірден қайтып кеттік. Ұзақ жүрген жоқпыз. Сол үшін қазір мен Шымкенттемін, Жәнібек Алматыда дегендей. Бұйыртса бір алдағы уақытта бір үлкен сұхбаттар ұйымдастырамыз. Алдағы уақытта бір жанкүйерлермен бір үлкен кездесу ұйымдастырамыз. Оның бәрі ойда бар. Сондықтан Астанада емеспіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті қазақ стайлдың жанкүйерлері, тілеулестер, амансыздар ма? Әртүрлі жаңалықтар болып жатыр, оқып көріп біліп отырсыздар. Сол туралы өздеріңізге бір ресми не болып жатқанын айтқым келіп отыр. Команданың атынан, өзімнің атымнан. Алдымен мынау сұрағым, біздің әрекетіміз не болады, соны айтқым келіп отыр. IBF кетті. IBF Жәнібекті өзінің әлем чемпион титулынан айырды. Оны оқып біліп отырсыздар. Себебі өзі 4 тұжырым болса, сол 4 тұжырымның ішінде IBF ең қаталы. Мынау IBF-тің қорғау мерзімі өтіп кететініне байланысты титулдан айырып отыр. Енді бар әрекетіміз жасадық, көрдіңіздер. Бірақ Аллаға шүкір, WBO-ның титулы өзімізде қалды. Қазір Жәнібек әлем бойынша орта салмақта WBO-ның әлем чемпионы. Аллаға шүкір, қазақ елі, қазақ спортшысы кәсіпқой бокста әлі де чемпион болып тұр. Бұл да үлкен мәртебе, үлкен абырой. Енді жаман нәрселерді көп ойлап едік. Жаңағы 2 титулдан да айырады, 3-4 жылға дейін шеттетеді деген сияқты. Бірақ Алланың қалауымен команда жұмыс жасады, әртүрлі себептер жасалды. Сөйтіп WBO осындай шешім шығарған екен. Аллаға шүкір, қазір әлем чемпион титулын сақтап қалып отырмыз. Енді ары қарай не болады? Білесіздер өздеріңіз, Дензел Бентли деген боксшы бар еді ғой, Жәнібек бокстасты ғой. 12 раунд бокстасқан боксшы. Сол Дензел Бентли мен венесуэлалық бір боксшыны WBO міндетті қарсылас етті бір-біріне. Интерим чемпиондығына, уақытша чемпиондығына. Екеуі қайсысы ұтады, сол екеуін ұтқаны, яғни Жәнібекпен бокстасуға міндетті. Яғни Жәнібек сол екеуінің
жеңімпазымен бокстасуға міндетті болады. Енді менің ойымша сол Дензел Бентли ұтатын шығар деп өзім енді ойлап отырмын. Қайтадан сол Дензел Бентли мен WBO-ның WBO титулын қорғайтын боламыз, Құдай қаласа. Ол жекпе-жек бізді WBO желтоқсанға дейін шеттетті ғой. Желтоқсанның ішінде болатын шығар деп күтіп отырмыз, Құдай қаласа. Оға дейін Жәнібек формадан шығып қалмау керек. Білесіздер, енді біз спорттағы адамдармыз. Осы мамыр айында бір үлкен лагерь жасаймыз. Нәсіп болса, мүмкін Америкаға ұшып барармыз, мүмкін осы Қазақстанда көреміз. Өйткені толыққанды лагерь жасауымыз керек. Тиіп қашып емес, кәдімгі салмақты реттеп, физподготовкадан өтіп, спаррингтен өтіп, кәдімгі 3-4 апта сөйтіп толыққанды жаттығу жасап аламыз. Өйткені формадан шығып қалмау керек, жылдамдықты жоғалтып алмау керек, қорғаныстар, аяқта жүру бәрін қайтадан қалпына келтіріп, былайша айтқан кезде босаған болттарын қатырып қоюымыз керек. Одан кейін демаламыз жазда. Және мен ойлаймын, декабрьде жекпе-жек болатын болса, сол қыркүйек пен қазан айларында толық жаттығуды бастап кетеміз, сол жеңімпазымен жұдырықтасу үшін. Оға дейін енді жекпе-жектің қай жерде өтетіні шығады, қай қалада, қай мемлекетте деген сияқты бәрі оға дейін белгілі болып қояды. Бұйыртса біздің ары қарайғы әрекетіміз осы болады. Енді WBO-ны бір қорғап алсақ, енді Дензел Бентли бізге енді бұрынғыдай қиын болмайды, өйткені Жәнібек оны жаттап алды. WBO-ны қорғап алсақ, ары қарай 3 титул бар ғой. Енді IBF қазір кімге кететінін білмеймін. Мүмкін қайтадан Ларамен переговор жасап көреміз. Енді біздің бірінші жоспарда тұрған нәрсе осы, Ларамен қайтадан переговор жасаймыз. Лара сәл икемі келмей жатса, ары қарай Карлос Адамс деген біздің ескі жау бар ғой, қайта бізге сөйлеп, енді өткенде өзі көп сөйлеп қойды да, өз салмақ жасай алмай неғып қалды ғой, жекпе-жек өткізе алмай қалды ғой. Енді Адамсты біздің қазақ жанкүйерлері жақсы біледі енді. Біраз қазақ жанкүйерлерінің де қытығына тиіп жүр. Сол Адамс, Лара немесе Адамспен қайтадан келіссөздерді жасаймыз. Өйткені біз олардың менеджерлерін бәрін жақсы білеміз, олар бізді жақсы біледі. Сол үшін бізге қайтадан келіссөз жасау қиын болмайды деп ойлаймын. Ал егер енді екеуі қайтадан 50-50 болып тұратын болса, IBF титулын аламыз. Ол май айында болуы мүмкін, келесі жылы. Сөйтіп, келесі 2027 жылы, Құдай қаласа, қыркүйек немесе сол қазан айында қайтадан сол 3-ші титулға жұдырықтасуды реттейміз. Біздің негізгі жоспарларымыз осы, ағайындар. Енді біз жанкүйерлерге өте ашық екенін білесіздер. Бізді барлығын қалай бар солай айтып отырамыз. 72 келеде өзіміздің салмақта әлі жұдырықтасамыз. Жоғары салмаққа шығу әлі жоспарда жоқ. Өйткені осы титулды жинаймыз деп мақсат қойдық па, Құдай қаласа осы титулға барынша әрекет жасаймыз. Енді мынандай ғой, адам деген болмайды ғой. Сәл икемі келмей жатса, титулдарды біріктірудің жолдары дұрыс болмай жатса, немесе жоғары салмақтан бір үлкен жекпе-жектердің шеті көрініп жатса, онда міндетті түрде жоғары салмаққа қарай өтеміз. Ол бір мүлде өтпейміз, болды осыда қатып қаламыз деген нәрсе жоқ. Ағынға қарай көреміз, бірақ мақсаттарымыз осы. Ал енді көңіл күй, ағайындар, біз қазақпыз, мың өліп мың тірілген дегендей, осы сөзді қалай дәл айтқан, әртүрлі сынақтар басымыздан өтіп жатыр. Біз әлем чемпионы болмай тұрып, Америкада әртүрлі қиындықтарды басымыздан өткізгенбіз. Сол үшін сынақ бізді сындырмайды, шыңдайды. Көңіл күйіміз орнында, мотивациямыз орнында, мақсатқа жетуге деген жігеріміз, талпынысымыз орнында, бәрі ойдағыдай. Құдай қаласа, ары қарай қазақ стилін әлемге танытуға, ары қарай көк туды желбіретуге әрекетімізді, жұмысымызды жасай береміз. Барша ағайындарға, қолдап жатқан тілеулестің барлығына мыңда бір алғыс айтқымыз келеді. Командамызға, Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының басшылығына, әртүрлі осы біздің допинг мәселесіндегі жұмыстарды жүргізіп, араласып, дұрыс шешілуіне, дұрыс болуына жанашырлық танытқан барша біздің командадағы ағайындарға, бауырларға, Қазақстандағы жанашырлардың бәріне, Америкадағы командамызға адвокаттар бар, барлығы жұмыс жасады ғой, барлығына ерекше алғыс айтқымыз келеді. Оның ішінде мынау мен қарап отырмын, Жәнібек те қарап отыр, әлеуметтік желіде Жәнібек туралы қандай ақпарат шығады, Жәнібек ақ, ол біз оған сенеміз деген қолдау білдіріп жатқан бүкіл қазақ жұртына, қазақ еліне ерекше алғыс айтқымыз келеді. Және бізді сүрінді бітті, мансабы аяқталды, бұлардан енді ештеңе шықпайды деп карьерамызға крес қойып оқыдыңыздар ғой өздеріңізде. Ішінде қазақтарымыз да бар, шетелдік жазғандары да бар, мамандар да бар. Солардан енді кешірім сұраймыз. Біз енді әлі чемпион болып қалдық, Алланың қалауымен, ойлағандары болмай қалды көп адамдардың, көп кісілердің, бірақ осындай тағдырымызға жазылған екен. Кімнің кім екенін, кімнің қай жақта екенін де бір шетінен біліп алдық. Енді ол маңызды емес қой ағайындар. Біз енді адаммен сауғаласып, артқа қарап, арттағы адамдармен күресетін адамдар емеспіз. Тек алға жүреміз. Көңіл күй зор, тамаша. Құдай қаласа, мамыр айында
енді қазір 2 айдан кейін жаттығуға ораламыз. Шаршамаңыздар, шалдықпаңыздар. Жақсы күнде амандықта жүздесек. Рахмет.